Бүгін Сарыөзек ауылы қорғаныс істер жөніндегі бөліміне өз еркіммен күзгі әскери шақыруға келдім. Себебі отан қорғау әр азаматтың борышы. Мектеп бітіргеннен кейін Талдықорған қаласындағы Жансүгіров атындағы жоғарғы оқу орнына түсіп, бірінші курсты аяқтадым. Қазіргі уақытта оқуымды тоқтата тұрып, әскерге барам деп шештім. Мен бүгін Кербұлақ аудандық әскери істер бөліміне келіп отырмын. Оның себебі мына Сланбай қымбат, мен немерем осы өзі ниет білдіріп, осы әскер қатарына барам, бір жылдық борышын өтейін деп, соны міне бүгін денсаулық саласынан өтіп жатырмыз осы жерде. Қазір енді қорғаныс министрлігі көп жақсылық жасап жатыр. Сол себептен уайымсыз, қайғысыз баламызды, немеремізді міне бүгін қолдап, қолпаштап келіп отырмыз, жағдайымыз бар. Енді Аллаға шүкір осы денсаулық несінен өтіп кетсе, барса біз өте қуаныштымыз. Қазіргі заманда мен ойлаймын, әр азамат өзін сезінген Қазақстанымыздың азаматы міндетті түрде әскерге бару дұрыс деп ойлаймын.